Жаз еді. Қала сыртында бәрі жайнап тұрған кез. Алтын түсті егін тербеліп, көк майса жайқалып тұрған сәт еді. Қайын жапырақтарының арасында бір үйрек жұмыртқаларын басып отыр, сабырмен ұзақ күтуде. Жұмыртқалардың қабығы сытырлап жарылып, кішкентай сары үйрек балапандары жарыққа шығуда. Әлем қандай үлкен деп таңғалды олар. Сары мамық балапандар бірінен соң бірі жарық дүниеге шықты. Олар айналаға таңырқай қарады. Бірақ ұяның ортасында бір үлкен жұмыртқа сол күйі тыныш жатты. Неге бұл жұмыртқа әлі жарыққа шықпады екен? Бәлкім, ол ерекше шығар. Барлығы жақсы ма? Балапандарың шықты ма? Иә, барлығы шықты. Тек соңғы жұмыртқаны күтіп отырмын. Соңғы жұмыртқа да сытырлап жарылды. Жарыққа қара түсті кішкентай үйрек келді. Қалайша? Неге ол басқаша? Неге түсі қара? Ол өзгеше еді, бірақ ол да менің балапаным. Дегенмен ананың жүрегін бір белгісіз уайым пайда болды. Сары балапандар бірге ойнауда. Ал қара балапан жалғыз қалып қалды. Ол да жүзді, бірақ жалғыз жүзді. Оның суда қозғалысы сабырлы еді. Ол өзгеше еді, сол себепті де сары үйректер оны қатарына қоспайтын. Бірақ өзгеше болу да жаман емес еді. Олар үйректер шоғырланатын жерге келді. Бұл жер тыныш емес еді. Әркім өз тіршілігімен әуре. Әдепті болыңдар, деді анасы. Бұл жерде бәрі өз орнын біледі. Ол басқаша, түсі бөлек, бізге ұқсамайды. Ол да менің балам, деді анасы. Оның жүрегі таза. Ол өзгеше, бірақ жаман емес. Ол ешкімге жамандық жасамады. Бірақ бұл жерде өзіне орын таба алмады. Ол бәрімен достасуға тырысты. Бірақ әрдайым басқалардан шеттетілетінін сезді. Неге мен басқашамын? Неге мен оларға ұқсамаймын? Анасы байқап жүрді. Оның жалғыз қалғанын, неге екенін түсіне алмады. Жүрегі мазасыз еді. Күндер өтті, түндер өтті, таң атты, күн батты. Бірақ оның жалғыздығы өзгермеді. Бәлкім, мен өз орнымды басқа жерден табармын. Осы оймен қара үйрек өз жолын іздеуге шықты. Ол батылдық жинап жолға шықты. Бірақ жел қатты соқты. Әр қадамы күрес еді. Түнге қарай ол ескі бір үйге жетті. Үй құлағалы тұрғандай. Бірақ бұл жалғыз панасы еді. Есіктің бір шеті ашық еді. Қара үйрек соған тығылып кірді. Ішінде жылылық бар еді. Үйдің іші жылы еді. Бірақ тар, бейтаныс естер мен дыбыстарға толы. Бұл үйде тағы әже, өзін ең ақылды санайтын мысық, және қысқа аяқ тауық өмір сүретін. Міне олжа, деді кемпір. Енді маған жұмыртқа береді бұл қара үйрек. Қара балапан нені күтетіндерін түсінбеді. Апталар өтті. Күндер бір-біріне ұқсады. Бірақ ешқандай жұмыртқа болған жоқ. Жұмыртқа қайда? Деп сұрады тауық. Сен не істей аласың? Пайдаң бар ма? Қара балапан үнсіз тұрды. Маған су керек. Маған кең аспан керек.
мен басқаша өмір сүру үшін жаралғанмын. Қара балапан бұрышта отырды. Жүрегінде бір ғана тілек болды. Ашық аспан, жылы күн және су. Менің жолым басқа. Ол ешкіммен қоштаспады. Үнсіз ғана тағы да жолға шықты. Күз келді, жапырақтар сарғайды, жел күшейді, ал қара үйрі жалғыз жүріп бара жатты. Жел күшейе түсті, әр қадам ауыр болды. Бірақ ол тоқтамады, өз жолын іздеді. Су салқындай бастады, ағаштар жалаңаштанып қалды. Табиғаттың өзі үнсіздене түсті. Күн батып бара жатты, аспан оттай қызарып тұрды. Сол сәтте көл үстінен бейтаныс бейнелер көтерілді. Жүрегі дүрсілдеп кетті. Ол мойнын созып, өзінен шығып, бейтаныс дауысқа таң қалды. Олар аппақ еді. Қанаттары кең, қозғалыстары еркін. Бұл аққулар еді. Ол олардың әдемілігіне қызғанышпен қарамады. Тек жүрегінде түсініксіз бір жақындық сезілді. Таңмен бірге аяз келді. Су мұздай бастады. Қара балапанға қиын күндер алда еді. Көл беті қатып бара жатты. Тек кішкентай ғана ашық су қалды. Қара үйрек сол жерден шықпай жүзді. Ол тоқтаса, су қатып қалар еді. Сондықтан ол жүзуді тоқтатпады. Қанша шаршаса да. Ақыры күші азая бастады. Су қатып, оны қыса түсті. Ол қатты шаршап кетті. Қара балапан шаршады. Мұз оны қыса берді. Бірақ жүрегі әлі соғып тұрды. Таңертең бір жұмыскер оны байқап қалды. Мұзды жарып, қара балапанды қолына алды. Үйге әкеліп жылытты. Жылу оның денесіне қайта орала бастады. Балалар оны көріп қуанып кетті. Бірақ қара балапан олардың ойын түсінбеді. Ол қорқып кетті. Қанат қағып, шелекке секіріп түсті. Сүт жан жаққа шашырады. Құмға түсіп, аппақ болып кетті. Үй іші абыр-сабыр. Ал ол тек қашқысы келді. Есік ашық еді. Қара балапан сыртқа қарай ұмтылды. Жылудан суыққа. Ол қарға құлап түсті. Шаршаған, қалжыраған, бірақ әлсіз еді. Қыс ұзақ болды. Күндер суық, түндер ұзақ. Бірақ қара үйрек шыдады. Бір күні күннің жылы сәулесі жерді қайта сипады. Көктем келе жатты. Мұз еріді. Су қайта қозғалды. Ал қара балапан күшін сезіне бастады. Қанаттары күшейді. Ол енді әлсіз емес еді. Ол ер жетті. Ол үлкен баққа жетті. Ағаштар гүлдеп тұрды. Әлем қайта тірілгендей еді. Суға қарады. Бұл жолы өзін басқаша көрді. Әлсіз емес. Берік. Бір күні көктемгі бақта аққулар қайтадан пайда болды. Аппақ, еркін, асқақ. Үйрек батылданып жақындай бастады. Мені де қабылдайсыздар ма өз қатарларыңызға? Сен өзгешесің, бірақ сен бізге жат емессің. Сол сәтте қара үйрек алғаш рет өз орнын сезінді. Олар бірге жүзді. Бір ырғақпен, бір бағытта. Енді ол суға қарады. Бұл жолы ол өзін жалғыз сезінбеді. Ол өзгеше еді. Бірақ дәл өз орнында еді. Балалар оларды көріп қуанып кетті. Қараңдар, қандай әдемі құстар. Ол қуанды, бірақ кеудесін кермеді. Өйткені жүрегі тәкаппарлықты білмейтін еді. Мен өзгерген жоқпын. Мен сол қалпымда қалдым. Тек өзімді қабылдадым. Және дәл сол кезде әлем де мені қабылдады. Қымбатты достар, егер бұл ертегі сендерге ұнаса, арнамызға жазылып, лайк басуды ұмытпаңдар. Біз сендерді жақсы көреміз. Келесі ертегіде тағы кездескенше,
сау болыңдар.